Қымбатты ағайын, тамаша әннен кейін біз хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Қонақжай студиямыздың келесі меймандары да келіп жайғасты. Олай болса таныс бола отырыңыздар. Күнсун Итекова жетекшісі өзінің шәкіртімен келіп отыр. Оралжан Оралбекұлы, республикалық абай оқулардың жеңімпазы. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Енді абай оқуларының жеңімпаз деп айтып жатырмыз, қанша мәрте? Енді мен абай оқуларына алдымен 6 сыныпта бардым. Сол кезде қалалықтан 2-ші орын алып келдім. Сосын алла бұйыртып енді 7 сыныпта барып, қалалықтан облысқа барып, республикаға аяқ бастым. 2 мәрте бардым. 2 мәрте бардыңыз. Және де Шәкәрім мен Абайдың жалпы саны 100-ден аса өлеңін жатқа біледі екенсіз. Оның ішінде Абайдың 2 дастаны бар. 2 поэмасы бар. Ескендір поэмасы, Масуд поэмасы. Енді Абай өлеңдерін, мысалы, ақындар көп қой қазақта. Неге дәл Абай мен Шәкәрімді таңдадыңыз? Енді Абай атамыз бен Шәкәрім аталарымыз енді әр қазақтың бойына рух беретін ақындардың бірі. Абай атамыздың өлеңдері жанымызға жылу ұялатады, ояр, мағынасы терең өлеңдер жазған кісі. Қара сөздер мысалға адамды жақсылыққа шақырады, көптеген жақсы істерге шақырады мысалға. Мысалы, Абай атамызға мен өзім кішкентай кезімнен ол кісінің өлеңдерін қызығып оқимын. Сондықтан енді Абай атамыз бен Шәкәрім атамыздың өлеңдері жаныма жақын болды. Енді жаттау қиынға түспей ме? Енді басында қиыншылықтар болды енді, бірақ қиындыққа төзіп, мойымай өзім осындай жетістікке жеттім. Әрине өзім ұстаздарымның арқасында, достарымның қолдауының арқасында, аяулы ардақты анамның арқасында, мектеп ұжымының арқасында жеттім осындай жетістікке. Енді осы жерде біздің алдымызда қазір өзінің арнайы грамоталарында тұр. Енді бұлар осы Абай оқуларынан енді жеңіп келген барлық грамоталар ма, әлде бұл тек қана бір шағын ғана бір 100-ден бір бөлігі ғана ба? Жоқ, жалпы осы барлығы. Барлығы осы. Яғни осы 2018-2019 жылдар аралығы ма әлде? 2018 мен 2019. Енді тоқталып өтсең, бұлар қай жерлерде өтті, қай қалада өтті? Мысалға, мына мадақтама ол мен ең бірінші 6 сыныпта барған кезімде 2-ші орын алдым, сол кезде 2-ші орын алдым. Содан соң 7-ші сыныпта барған кезде, мысалы, мына облыстан алған кезім осы 7-ші сыныпта барған кездегі. Содан соң мынау 6-ші сыныпта барған кезім, мынау 7-ші сыныпта қалалықтан, мынау енді республиканский. Бұл республикалық байқау. Алматы облысында өтті ме, бұл әлде Астана қаласында өтті ме? Жоқ, Абай атамыздың туған жері Семей қаласында Жидебай ауылында өтті. Қанша оқушы қатысты? 100-ден аса. 100-ден аса. Соның ішінен өзің бірінші орынды алып келдің. Иә. Енді Оралжанға Күнсун ханым, енді өзіңіз жетекшісіз, иә? Өлеңдерін өзіңіз таңдап жаттатқызасыз ба, жоқ әлде өз таңдаймы? Жоқ, Оралжанға мен 6-ші сыныптан бастап сабақ берем. Жаңа өзді айтып өтті, қазақ тілі мен әдебиеті сабағында сабақ берем. Жаңа өзді айтып өтті ғой, жаңағы Абай атамыздың өлеңін жаттау мен үшін жаңағы басында қиынға соқты деп. Бірақ мен мына өлең жатты, мына өлең жатты деп айтқан жоқпын. Оралжан осындай жаңағы Абай атамыздың оқулары бар. Міне осындайға, осы оқуларға қатыссақ қалай болады деген кезде өзі кітапты алып, жаңағы алғашқы 6-ші сыныпта 30-дан астам 40-қа жуық өлеңін жаттап, бір дастанменен жаңағы қалалық өзіміздің орталықтағы Абай атындағы орта мектепте 2-ші орын алып шықты. Келесі жолы 100-ге жуық өлеңіменен 7-ші сыныпта жаңағы облыстықтан 1-ші орын алып, республикаға сол 100-ден артық Шәкәрім мен Абайдың шығармаларын жаттап, 2 дастанменен республикаға бардық. Енді әрине шәкіртінің жеңіске жетіп жатқаны ұстаз үшін үлкен мәртебе ғой. Енді Оралжандай шәкірттеріңіз бар шығар? Бар, енді Оралжандай шәкірттерім бар, бірақ мектептің ішіндегі өзім сабақ беретін сыныптарда Оралжаннан басқа шәкірттерім бар. Енді бұрында оқытқан шәкірттерім бар, республика көлемінде шыққан дарындылар, жаңа Кіші ғылым академиясынан республикалық көлемде шыққан. Қазіргі уақытта міне Оралжан. Енді басқа да, Оралжаннан басқа да оқушы шәкірттер тәрбиелеп жатырмын. Биыл енді мерейтой ғой, 175 жыл айтулы дата. Биыл ше қатысасыздар ма? Биыл
республикаға шыққанмен де біз былтыр барғанда басқа номинация бойынша біз жаңағы ойландық, баруға деген ниетіміз бар, ойланып жүрміз. Қандай номинация? Қара сөздеріне, Абайдың қара сөздеріне барғымыз келеді. Енді қазір тіл сарайы біздегі облыс орталықта орналасқан. Сол жерде арнайы осы Абай оқуларына байланысты, одан кейін Әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай барлығына енді үлкен бір доданы қазір ұйымдастырып жатыр. Соған қатысу жоспарда бар ма? Биылғы жоспарда Абай, ұлы Абайдың жаңа айттым ғой, қара сөзімен қоса Әл-Фарабидің жаңағы оқуына барамыз деп, оған да шығармаларын жаттап жатқан сыңайымыз бар. Яғни дайындалып жатсыздар оған да қатысуға. Енді бір туындыны жаттап шығуға қанша уақыт кетеді? Енді өзіне байланысты тез арада жаттайды. Мен мысалы Оралжан неше жаттау жаттадың, неше деп сұраған кезде, апай мен осынша жаттадым деп айтып береді. Енді басында жаттау айтылды, жаңа кішкене қиналды, қазір жоқ. Жаттау. Мектептегі алғыр оқушылардың бірі, дарынды оқушылардың бірі Оралжан. Енді жаңа айтып қалдық, Шәкәрім мен Абайдың 100-ден аса өлеңін жатқа біледі деп. Енді дәл осы орайда сізді тексеріп көрсек, дәл қазір мысалы Абайдың бір өлеңінің атауын айтамыз, сіз алғашқы жолдарын жалғастырып алып кетуіңіз керек. Көзімнің қарасы. Содан бастайық, жеңілден бастайық бірінші. Төрт жолдан айтсаңыз болады. Көзімнің қарасы, көлемнің самасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар демес сендей бір адамның баласы. Есіңде бар ма жас күні? Есінде бар ма жас күнін, көкірегін толық басын бос, қайғысыз, ойсыз мас күнін, кімді көрсе бәрі дос. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ері жеткен соң түспеді усыма, қолымды мезгілінен кестермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сүрмесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Жарқ етпес қара көңілім не қылса да. Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да. Дүниеде сірә сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да. Ерекше естен кетпес қызық қайда. Ерекше естен кетпес қызық қайда. Жолығатын қыз қайда терен сайда. Сұлулығын қояйын мінез артық, ақылды асыл жүрек сөзім айда. Бұл өмірдің қызығы махаббатпен, көрге кірсен үлгілі жасадақпен. Арттағыға сөзімен ісін қалса, өлсен де өлмегенмен боласын тен. Күз туралы. Сұр болып түсі суық қаптайды аспан, күз болып тұңғылтыма жерді басқан. Білмеймін тойғаныма тоңғаныма, жыл қойнап бие қашқан тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Енді осы өлеңдердің арасынан өзіңізге жаныңызға жақын, сүйіп оқитыны бар ма арасында? Әрине бар. Қайсысы? Мысалға, жасымда ғылым бар деп ескермедім, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Жаңағы айтып өткен өлеңдердің барлығы мен жүрегіме жақын, жылу ұялататын өлеңдердің барлығы осы. Енді оқып берсеңіз. Сенбе жұртқа мысалы тұрса да қанша мақтап. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіне сен, өзіңді алып шығар, еңбегімен ақылын екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуретпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап сағым қуған бойын етпе. Қайғы келсе қарсы тұры құлай берме, қызық келсе қызықпа, оңғақ керме. Жүрегіне сүңгіде түпін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Тамаша. Енді Оралжан, енді өзіңнің сыныптастарың, яғни енді достарыңмен бір әңгімелесіп отырған кезде, бір енді келеді болады ғой, бір сөзге келмей қаласыңдар. Сол кезде осы Абай атамыздың бір өлеңін қолданып кетіп, сол жерде өзің сөзбен жеңіп кететін кездер бола ма? Әрине болады. Бір түсіндіре алмай жатқан кезде, баяғыда Абай атамыз былай айтқан деп. Мысалға, қара сөздерінің тәлім тәрбие беретін көптеген сөздер бар ғой қара сөзінде. Сол сөздер қолданып енді айтасың енді 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол деп кәдімгі. Осылай оларды өзім сияқты өзіме жақын ұстап, сөйтіп әдебиетке жақын қылғым келеді. Осылай сөздерді қолданамын. Ал өлең жазасыз ба өзіңіз? Әрине
ол бастауыш сыныптар кезінде жазғанмын енді. Қазір енді ол қасиет, ол шабыт келген кезде ғой енді. Қазір енді абай атамыз сияқты енді бірінші өлеңімді бала кезде бір жазып қойдым, енді 40-қа келгенде қалған енді толық отырам деп отырсың ғой енді. Кеңінен әбден пісіп толған кезде деп жазам деп отырсың ғой енді. Иә, дұрыс. Жалпы енді өзіңнің алдағы болашақтағы жоспар қандай? Енді болашақта енді 11-ші сыныпты алтын белгі аяқтап, грантқа түсіп, мен негізі әдебиет пәнінің мұғалімі немесе журналист болғым келеді. Себебі енді әдебиет пәніне өте жақынмын. Алдағы мақсатым сондай. Мысалы, Қазақстанға аты шыққан азаматтардың бірі болғым келеді. Тамаша. Енді өзің осы Абай атамызды енді өзің бір зерттеп, енді оқып, өлеңдерін оқып жүргеннен кейін әрбір шығармасына тоқталып, өзің бір ізденіп, яғни архивтерге барып көріп жүрсің бе? Мұрағаттарға кіріп, мысалы. Жоқ, енді олай іздеген жоқпын, бірақ та мен айтып тұрмын ғой, біз мектепте Қауменова Беғаши Серікболқызы деген ардақты ұстазымыз бар. Ол кісі енді бар ақынды зерттеп көрген кісілердің бірі. Ол кісі маған Абай атамыз жайлы барлық мәліметтерді айтып, тәлім тәрбие беріп дұрыс жол көрсеткен кісі сол кісі. Сол кісі арқылы мен осындай Абай атамызды өлеңнің нақышына жеткізіп жаттап келіп отырмын. Керемет. Енді жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыздар ғой, биыл басқа бағыт бойынша, басқа номинация, оның ішінде қара сөздер бойынша жаттап бағымызды сынап көрмекпіз деп. Әрине бақтарыңыз жансын дейміз. Сіздерге тек қана сәттілік тіледік. Алдағы уақытта да сізден зор үміт күтеміз, Оралжан. Жақсы. Барлық өздеріңіздің алға қойған мақсаттарыңыз, армандарыңыз орындалып, тек қана биік шыңнан көріне беріңіз. Келгендеріңізге рахмет, күндеріңіз сәтті, бейсенбі, берекеге толы болсын. Рахмет сіздерге. Қымбатты ағайын, біз хабарымызды таңғы жыр айтармен жалғастырамыз.